адамның рахат алған сайын рахат алғысы келіп тұрады. Екіншісі, біреуден қалып қалған кезде керісінше бақытсыздық гормоны кортизол оянады. Мысалы, мен өз басымнан бір мысал айтайын. Бір кездері мен 83 жылы үйлендім. Сол кезде Семейде маған бір бөлмелік жатақхана алу үлкен арман болған. Ломоносов 28 деген көшеде 5 қабат малосемейный шағын отбасына арналған жатақхана болды. Бірақ бөлме. Білмеймін, 12 квадрат па, кішкентай ғана бөлме, ішінде бір туалеті бар болды. Соның балконында тұрған адамдарды көріп атып, ойлайтым, шіркін, қандай бақытты өз баспанасы бар. Осыған қол жеткізсем ғой деп. 3-4 айдан кейін Тресттің бір правкомына барып, қазақ кісі екен, сол кісіге жағдайымды айтып едім, анадан бір бөлме маған берді босаған. Ананы алдым, қуанышым бір аптаға жетті. Бір аптадан кейін дос туысқандар келеді, анада орын жоқ, қарсы алатын, жататын орын жоқ. Одан кейін қайтадан бақытсыз бола бастадым. Соның кейін 84 жылы, ол кезде енді фантастика. Мен Совет өкіметіндегі Қазақстандағы ең үздік өнертапқыш изобретатель рационализатор болып, Москваға рационализатордың съезіне жолдама алдым. Заводта жұмыс істеп жүріп. Мен цех бастығы болдым, инженер болдым. Содан кейін қайтып келгеннен кейін маған 2 трест таласты. Мен Семпромстрой істегем, 7 жыл строй, менің сондай өнертапқыш инженер екенімді біліп, қызметке шақырды. Барған кезде маған 2 бөлмелі пәтерді кезексіз береміз, 1 жылда деді. Содан кейін біздің директор естіп қойып, маған мүлде кезексіз 1 бөлмелі пәтер беріп жіберді. Онау енді патшаның сарайы сияқты. 18 квадрат зал, 9 квадрат кухня, туалет, ванна, үлкен коридор бар, үлкен бір, о кезде енді адамның қиялына сыймайтын нәрсе. Аяқ астынан алдым. Бүкіл заводта немістер бәрі шулап, енді олар 10-15 жыл очередьте тұрған адамдардан кезекте тұрған маған берді. Бірақ 1-2 айдан кейін тар. Ойбай, Ақай үй алыпты. Не деген тойымсыздық, Ақай үй алыпты, туған туысқандар келеді, ана бөлмеге сыймаймыз, өзіміз ас үйде жатамыз. Содан 91 жылы, 4-5 жыл өткен кезде Совет өкіметі құлады. Мен бірден бизнеске кеттім де, бір немістің дачасын сатып алдым. Семейдегі бір мықты крутойдың 07 деген крутой Жигулин сатып алдым, білесің, 90. Және де бір орыстың үйін сатып алдым, вокзалда. Бірақ ол да аз. Содан мен 2001 жылы кеше ғане сол жатақхана алғанына мәз болып жүрген адам 2001 жылы менде 1000 адам жұмыс істейді. Үржардың ет комбинаты, Айгөздің ет комбинаты, Семейдің тон заводы, кожмехобъединение, Павлодардың жиһаз фабрикасы, Мақатшыдан Семейге дейін заправка, 10 шақты қалада колбаса сататын дүкендер, жиһаз сататын дүкендер. Империя. Бірақ мен Мұхтар Әбілязовтармен, Төлен Тоқтасынов, Ғалымжан Жақиянов, басқа да мықты кәсіпкерлермен бірге араласып жүрдім ғой. Аналардың қасында менікі мінендей ақ болып қалды, құмалақ сияқты. 2001 жылы мен 40 жасқа тойым жасадым, 61 жыл. Оған Нұрлан Өнербаев досым келіп, бүкіл тойымды басқарып берді. Қабдеш Жұмаділов аға келді, Бекболат Тілеухан президентский оркестрін алып келді, Мұхамеджан Тазабеков келіп арнау айтты. 2 қаланың Ол кезде Мұхамеджан сақалы жоқты. Аздап енді келшті. 2 қаланың беткүстар кәсіпкерлері жиналды, облыс әкімі келді, қырғын енді беткүстар бәрі. Бірақ ауылдан класстастарым шақыра алмады. Енді сыймайды, анда 300 адам, өңкөй крутойлар, туған туысқан шақырдым әрине. Соң кейін 2002 жылы мен қуғынға түсіп Қытайға кететін болдым да, класстастарыма 31 ақпанда хабарлады. Жігіттер, алдын ала, былтыр сендерді 40 жасыма шақыра алмадым. 31 ақпан жоқ қой. Қаңтарда. Шақыра алмадым, келіңдер, келатындар. 5-6 жігіт келді. Соң олар Үржардың ет комбинатын көрген, естиді, Ахметбек Айгөздікін сатып апты, Семейде тон заводы бар екен. Ана жиһаз фабрикасын көрді, 17 гектар, үлкен ат шаптырым, жер, мыңдаған адам жұмыс істеп жатыр. Соң кейін достарым қыдырды, бәрін көрді. Коттеджде 3-ші күні астында неменеде біздің моншаға түсіп, бассейнге түсіп, сыр ішіп отырмыз, 100 грамм ішіп. Сонда Қазақбай деген класстасым айтады: Ақай, Қазақстандағы ең крутой бизнесменсің ғой. Біз сенімен доспыз, бір ауылда оқыдық деп мақтан етеміз дейді.
Сонда мен айттым, Қазақбай, мен өзімді бизнесмен деп айтуға ұяламын. Ана Әбіләзовтардікі үйір жылқы болса, менікі бір 2-3 тышқан лақ сияқты салыстырмалы түрде деп едім. Қазақбай отырып айтты, әй, сенікі тышқақ болса, бізге не болғанбыз сонда деп. Оның 2 сиыры бар, 15 қойы бар. Бірақ сол отырған класстастарым менен 100 есе бақытты екенін сол кезде көрдім. Менің ішкенім ірім, жегенім желім. Ұйқы жоқ, күлкі жоқ. Ана кедей бай құдай болсам дейміз. Әбіләзовтың қасында менікі мынандай. Олардың жасап атқан нәрсесін көріп, мен де сондай болам деп, анауның обороттарын көргенде оны айта алмай, олар енді 100 миллион доллар мында, 200 миллион доллар мында, Ресейге, Грузияға салып жатыр, ақшаны бұрқыратып. Андай банкі, Тұран әлем, темір банк, бір достарымды арақ заводы, бір достарымды алтын кен орындары. Бірақ еш қайсысының жүрегінде тыныштық жоқ, жанында жайлылық жоқ. Кешке дейін ана кредит, жалақы уақытында берілмей жатыр, кәсіпте проблема, анда ұрлық, мында ұрлық, бірін тартсаң былай жетпейді, былай тартсаң былай жетпейді, достар, туыстар ақша сұрайды, оған көмектесе алмайсың, көмектесіп барып, ертең оның бетін қайтарсаң, сен тағы жек көрінішті боласың. Ұйқың ұйқы емес, күлкің күлкі емес. Сол кезде отырып, менің миымда жарылыс болды да, мына жігіттер менен 100 есе бақытты екен. Қарапайым 100 грамм ішіп, қуана күліп, Тәубә шүкір деп. жоқ, біздің қуанышымыз күлкің күлкі емес, Абай атамыз айтқандай, ұйқың ұйқы емес. Сонда ойладым, осыны қуып, бір күн мен не инфаркт, не инсульт болып құлауым мүмкін. Деп сол кезде менің миымда жарылыс болды да, адамның ешқашан байлыққа да билікке де тоймайтынын, және оның қызығын да көре алмайтынын. Оны ішіп те тауыса алмайсың, жеп те тауыса алмайсың, о дүниеге де арқалап кете алмайсың. Содан бастап мен психологияда оқығаннан кейін адам неге бұлай болады дегенде, оның гедонизм екенін, гедонизм қайдан шығады дегенде, оны адамның биологиясы екенін, адамның ана дүние тапқан кезде аз ғана қуанасың, қайтадан сенен жоғары адамды көрген кезде қайтадан бақытсыз боласың. Менің қазіргі байлығым, дүнием содан 100 есе аз, ал жүрегімде тыныштық, бақыт 100 есе көп. Сонда қараңыз,